Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер, Әсем Гүлді каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімде де сіздерге баклажанды егуді қалай егетінімді көрсетейін деп жатырмын. Қазіргі кезде енді барлығы уже көктем уже бір-екі күннен кейін көктем шығады. Сол себептен барлығын егіп үлгеруіміз керек. Себебі осындай уақыт жетіспейтін кәдімгідей мезгіл. Сол себептен бәрін үлгеруіміз керек. Енді осы кезде мен көбінесе баклажанды ақпан айларында егетін едім ортасында. Осы да кішкене кешігіп қалдым, бірақ да етпес. Оның өзінде де енді барынша тездетіп егейін деп жатырмын. Ең бірінші баклажанның екі түрі бар. Сол екі түрлі қылып егейін деп тұрмын. Яғни біреуін жерге, біреуін әбден жаңағыдай қалай айтсам мақтаның қолына мән бермеңіздер. Краска болып қалған. Принтерді қарағанмын. Мақтаға салып өсейін деп тұрмын, біреуін топырақта егейін деп тұрмын. Яғни мен біреуі сорт болса, біреуі гибрид кәсілер көрсетейін. Баклажан бұл жіңішке түрі, көбінесе икра, жаңа тағы басқа нәрселер істеуге арналған. Бұл өте ерте піседі, 55-60 күнде піседі баклажан. Бұл қазір егуге уже уақыт келді. Ал мынау кішкене бұның ұзақтығы 110 күндік, бұл деген кішкене февральдың, яғни ақпанның ортасында ғана уже бастап еге беру керек еді. Бұны ең бірінші әрине мақтаға егіп істейміз, себебі бұл шығып болмайды, сол себептен кішкене мақтаға салып аламын. Ал бұны бірден топыраққа егетін боламын. Ең алдымен кез келген топырақты аласыздар енді. Ең бірінші сендерге айтайын, көшет егіп кетсе міндетті түрде кәдімгі топырақтан көрі дүкеннің топырағын алған жақсы. Себебі ол қанша дегенмен залалсыздандырылған және де таза. Ал сіз жерден алсаңыз, ол қанша ішіне құрт құмырсқалар барлығы ұйқыда жатыр. Ал сіздер ол жылы жинап десеңіздер барлығы да оянуы мүмкін. Сол себептен міндетті түрде дүкеннің қанша дегенмен топырағын алған жақсы. Енді міне көріп тұрсаңыздар, менде жаңа торф қосылған топырақ, арнайы топырақ көшетіне барлық көшеттердің барлығын дүкеннен сатып алған топыраққа егемен 20 килограммдай кететін шығар. Бір көшеттердің өзінде баклажан өте жаңағыдай жай, тәтті бұрыш сияқты өте жай шығатын, қалай айтсақ, қызанақтан көрі жай шығатын көкөністердің бірі деп атауға болады. Себебі өсіріп алмаса, шығып келе жатып, суды егер көп құйсаңыздар, әбден шіріп кетуі мүмкін. Сол себептен жаңағыдай дымқылдығын, құрғап та кетпеуін, соның барлығын бақылап отыру керек. Ең алдымен кез келген өздеріңіз ыңғайлы ыдысты аласыздар. Менде мына көріп тұрсаңыздар, одноразовый ыдыстар бар, жаңағы әрбір заттардан қалған вафли болсын, тағы да соларды міндетті түрде мен алып қоямын, лақтырмаймын. Және де апаларым бар, солар да береді. Көріп тұрсаң, себебі мен оларға да жазда міндетті түрде көшеттен, гүлден де беретін болғандықтан, енді маған барынша көмек қылып, сол ыдыстарын береді. Ендігі кезекте мен мына жерден қазір мына баклажанды ашамын. Осы ішінде қанша бар, соның барлығын осы жерге топыраққа егетін боламын. Топырақты алғаннан кейін қазір сіздерге көрсетемін. Баклажанды ашып алайын. Аштым, ішінде өте көп екен. Енді соның барлығын отырып, мына жерге бір-бірлеп салып шығатын боламын. Қараңыздар, мына жерде барлығын салып шықтым. Міне көріп тұрсыздар. Бағам бойынша салдым, себебі ертең шыққан кезде бір-біріне кедергі жасамау үшін. Бірақ та қолымда қанша дегенмен көріп тұрсаңыздар, қаншама баклажан қалып қойды. Маған көп қажет емес. Сол себептен осы жарап қалар деймін, себебі тағы да егетін бір баклажаным бар. Ендігі кезекте бұның үстіне топырақ салмаймын, себебі топырағы мен аз қалды. Осыған барынша өсіріп, тек топырақпен жауып шығамын. Жеңіл желпі тек осылай барлығында жауып шығамын. Бетінде тұрса ғана болады. Самое главное, ең бастысы, одан артық керек емес. Мықты терең болып кетсе шықпай қалады. Кішкене бетті салып жібереміз. Содан кейін барып, міне көрдіңіздер ғой да. Бетін барлығын жауып шықтым, суарып шықтым. Енді арнайы өзінің қапағы бар, міне көріп тұрсаңыздар, сонымен тек жалап қоямын. Жауып, жылы жерге қойсаңыздар болды. Енді кішкене баклажан қызанақтарға қарағанда өте жай шығады, сол себептен күтіп қарап отырасыздар, бақылап. Үстіне бізде арнайы мақтаның дискісін аламыз. Содан кейін баклажанның өзін алып, міндетті түрде мақтамызды тымқылдатып аламыз. Содан кейін тұқымызды салатын боламыз. Міне барлығын салып шықтық. Енді бұның үстіне жаңағыдай екінші бетін салып, содан тағы да тымқылдататын боламыз. Міндетті түрде бетін мешокпен жағыңыз, себебі кеуіп қалмау мақсатында. Күнделікті қарап отырамыз, жылы жерге қойып, әбден басы шыға бастаған кезде еге беруге болады. Ал шықпағандарын енді лақтырып тастайсыз. Міне сіздерге екі жолын көрсетіп тұрмын. Сіздер де менімен бірге отырғызыңыздар, және де бөлісіп отырсаңыздар болады. Және де тұқымдарға тапсырыс қабылдау үстіндемін. Сау болыңыздар.